Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен мен Айгерім өзімнің арнамда бүгін диеталық творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, әрі өте пайдалы. Ешқандай да ағзамызға зиян келтірмейді және де салмақ қостырмайтын творожный пирог достар. Достар, егер сіздерді де дәл осы пирогтың жасалу жолы қызықтыратын болса, менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалап, рецепті менімен бірге жасасаңыздар болады. Ал достар, енді біз пирогымыздың ең бірінші қамырын дайындап алатын боламыз. Қамырына бізге қант кетеді. Қанттың үстіне бір дана жұмыртқамызды бөліп салып алатын боламыз. Осы жұмыртқамыздың үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салатын боламыз. Барлығын жақсылап, осылай вилканың немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып езіп алсаңыздар болады. Бұл пирогтың ерекшелігі достар, ешқандай да ұн қосылмайды. Яғни ұнның орнына осы жерде жүгері ұнын қосатын боламыз достар. Ол жүгері ұны бізде без глютен ұндарға жатады. Осы ұнымызбен бірге қопсытқышымызды да салып, жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Мінекей достар, менде осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Яғни біз осыны қазір салафанымызға салып, жаюға ыңғайлы болу үшін кішкене холодильникке салып алатын боламыз. Жарты сағатқа. Ал біздің қамырымыз холодильниктен шығам дегенше біз сол аралықта начинкамызды дайындайтын боламыз. Начинкасына менде осындай сухой творог, кез келген қалаған творогтарыңызды пайдалана берсеңіздер болады. Осының үстіне 2 дана жұмыртқамызды бөліп салып алатын боламыз. Осы жерде бір айта кететін жайт достар, егер сіздерге қант болмайтын болса, оның орнына қант алмастырғыш қолдансаңыздар болады. Мен қант салдым. Енді барлығын вилканың көмегімен немесе блендердің көмегімен жақсылап езіп алсаңыздар болады. Ал енді достар, дайын болған қамырымызды қолымыздың көмегімен осылай формамызға жақсылап орналастырып шығатын боламыз. Барлығын бір келкі теп-тегіс етіп. Мінекей достар, қамырымызды бір келкі етіп ыдысымызға орналастырдық. Енді осының үстіне дайын болған начинкамызды да салып, барлығын бір келкі етіп жайып шығатын боламыз үстіне. Енді осы пирогымызды қызып тұрған пешімізде 170 градуста шетіндегі корочкалары қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Бір 25-30 минуттай піседі. Піскеннен кейін міндетті түрде суытып, суығаннан кейін барып қана кесетін боламыз. Мінекей достар, біздің диеталық без глютен творожный пирогымыздың жасалу жолы дәл осындай. Арасы да өте керемет, сондай жұмсақ болып піседі. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер де менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып кетіңіздер достар. Мен сіздермен келесі осындай керемет, пайдалы рецепттермен кездескенше қоштасамын. Және де достар, менің арнамнан осындай пайдалы рецепттерді көргілеріңіз келсе, міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің видео рецептімді жоғалтып алмас үшін сіздерге бірінші болып шығып тұратын болады.